Қазір алқасы. Мен Кеңесбек Айару, Шу ауданы білім бөлімі техникалық шығармашылық орталығының тәрбиеленушісімін. Жетекшім Болат Айнұр. Бүгінгі менің номинациям су көлігі, соның ішіндегі экологиялық технологиялар болып табылады. Бүгін мен сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы ол бізде су қорғаушысы экологиялық экоробот. Бұл идея бізге қазіргі экологиялық мәселелерді көргеннен кейін келді. Бұл дегеніміз қазіргі өзендер мен көлдерде қоқыстар, оның ішінде пластиктер өте көп. Ол адамдарға да және табиғатқа да зиян келтіреді. Негізінен бұл жоба басқа да дамыған елдерде бар. Бірақ та ол жерде жасалуы және де материалдары өте қымбат ақшаға шығады. Яғни ол қолжетімсіз. Сол себепті біз суды тазартатын әрі қолжетімді құрылғыны ойладық. Біз осы кеменің басты бөліктері, яғни осы дөңгелек қалақшаларын және де осы ұстағыштарын, яғни айтқанда майда детальдарды лазерный станоктың көмегімен кесіп алған болатынбыз. Ол кесуде маған жетекшім Айнұр Тәте көмектесті. Алдыңғы жақтағы торлы құрылым, яғни қоқыстарды қабылдаушы. Бұл дегеніміз, осы кеме алдыға жылжыған уақытта осы торлы құрылымға барлық судың бетіндегі қалқып жүрген пластик, қағаз және де басқа да қоқыстар ілінеді, ал су осы тордың ішінен өтіп кетеді. Болашақта бұл құрылғыға жасанды интеллект қосуға болады. Ол дегеніміз, бізде арнайы датчиктер арқылы осы қоқыстардың үйіліп тұрған жеріне арнайы өзі бағытталады. Ал камера дегеніміз, ол бізде осы қоқыстарды сораптайды. Яғни қоқыстардың керегін өзіне алып қалады, ал балықтарға ешқандай зиян келтірмейді. GPS жүйесі ол өзінің тұрған орнына қайта оралып, бұл жоғалмайды және де толық жұмыс істейді. Осы жүйені қосу арқылы біз толық автоматтандырылған жүйені орнатамыз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Егер де біз осы тамырымыздың тұншығуына бей-жай қарайтын болсақ, біз келешек ұрпаққа не қалдырамыз? Табиғат біздің ортақ үйіміз. Ал ортақ үйімізді таза ұстау, ол барлығымыздың жауапкершілігімізде. Экобот бұл үлкен мәселенің кішкентай ғана шешімі. Бірақ та бұл біздің табиғаттың әсемдігіне бей-жай қарамайтынымыздың айқын дәлелі. Өзенді таза ұстау өзіңізді таза ұстаудан басталады. Бір ғана тасталмаған бөтелке, бір ғана жиналған қоқыс табиғаттың тынысын ашады. Табиғатты таза ұстау болашақтың кепілі. Табиғатты аялау ортақ міндетіміз. Сіздермен болған мен, Шу ауданының өнертапқышы Кеңесбек Айару.